Сәлеметсіңдер ме балалар? Жас дос, алдыңғы сабақтарда атанаң, достарың, мектебің туралы ән айтып, музыка тыңдадың. Бұл тарауда қоршаған орта туралы музыкамен танысасың. Табиғат құбылысының түрлі жан-жануарлар мен ауа райының дыбыстарын бақылап ажыратасың. Жыл мезгілдері туралы әндермен танысасың. Бізді қоршаған әлем тарауында табиғатта кездесетін дыбыстарды, теңіз толқыны, жел дыбысы, тағы басқаларды тыңдап ажыратасың. Жыл мезгілдерінде болатын табиғат құбылыстар жөнінде әңгімелейсің. Жоғарғы, орта, төменгі регистр, екпін, динамика, қысқа, ұзақ дыбыстар, соль және ми ноталарының биіктігін естіп анықтайсың. Жас дос, музыкалық сауаттылық бойынша динамикалық белгілер, үрейлі дыбыс, қарқынды дыбыс, салмақты дыбыс пайда болса, ал музыкалық терминдер сөздігінде форте, пиано, крещендо, диминуэндо ұғымдары толықтыра түседі. Табиғатты, әсемдікті, музыканы жақсы көретін менің сүйкімді шәкірттерім. Біздің бүгінгі музыкалық саяхатымыз табиғаттың ауа райына арналады. Қазір бәріміз бір сәт үнтаспадан шыққан дыбыстарға құлақ түрейік. Балалар, жаңа ғана естіген дыбыстарды сипаттап беріңдерші. Бұл дыбыстар нені еске түсіреді? Бүгінгі музыкалық саяхатымыздың тағы бір қызықты сәті бұл ауа райына арналған өлеңнің ұйқасын табу. Ал ендеше қазір балалар бәріміз осы өлеңнің ұйқасын тауып алайық. Жаңбыр бітті алақай, далаға шық. Ән салуды ұнататын менің сүйкімді шәкірттерім. Біз қазір көңілді қолшатыр әнін үйренеміз. Ол үшін әуелі әннің мәтінімен танысайық. Далада қар жауып тұр, ал қолымда қолшатыр, қолшатырмен көңілді, алдымда ақ жол жатыр. Нан-нан-ней, даба-даба-дей. Нан-нан-ней, даба-даба-дей. Ақша қарлар жолымда, қолшатырға қонуда, көбелектер секілді, жол серігім болуда. Нан-нан-ней, даба-даба-дей. Нан-нан-ней, даба-даба-дей. Ендігі кезекте әннің әуеніне берейік. Далада қар жауып тұр, ал қолымда қолшатырмен көңілді, алдымда жол жатыр. Нан-нан-ней, даба-даба-дей. Нан-нан-ней, даба-даба-дей. Ақша қарлары жолымда, қолшатырға қонуда, көбелектер секілді, жол серігім болуда. Нан-нан-ней, даба-даба-дей. Нан-нан-ней, даба-даба-дей.
Ал балалар, кім тапқыр екен? Қазір жұмбақ шешейік. Ысқырады, гулейді, көзге бірақ көрінбейді. Бұл не? Балалар, біздің бүгінгі музыкалық саяхатымызда сендер ауа райына байланысты дыбыстарды тыңдап, міне осы ауа райына арналған өлең құрастырдыңдар және жаңа ән үйрендіңдер. Сонымен қатар балалар өздерінің тапқырлықтарыңды көрсетіп, жұмбақты да оп-оңай тауып алдыңдар. Жарайсыңдар, бәрекелді. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар, балалар.